номері 9 Шохан Уәлиханов атындағы орта мектепті 5 сынып оқушысы Жақұтай Изза. Мен номері 2 қалалық балалар кітапханасының тұрақты оқырманымын. Мен Баянбай Қастеевтің өлең шумақтарын, шығармаларын сүйіп тыңдаймын. Соның ішінен жақсы мен жаман өлеңін қабыл алыңыз. Қайыр күтпе баладан өз мысығын сабаған. Кім алдаса анасын, оған қалай нанарсың? Екі болса алғаны, балаятқа қалғаны. Ойнап жүріп жыласа, орынды емес боласа. Келесі өз сөзі анайы, мақтамас бұл баланы. Жала жапқан басқаға барып тұрған масқара. Добын қимас ойнауға, кім мақтанса көбірек, жайсыз мінез жөні жоқ. Ерінсе қол жууға, насын дейміз мұндайға, мұнша уақыт санарлық бар екен ғой жамандық. Бәрі жақсы баланың, беске қойды сабағын, айналайын баладан көгершінді аяған. Адал болса досына, азаматтың осы да, ойната кім інісін, мақұлдаймыз мұнысын. Әділ болсан ойында, жақсы мінез онында. Бала ауылда, ойнар атын жалында. Өзі түйме қадаса, барын берсе қолдағы, бала жомарт болғаны. Уәдесін сақтаған баланы жұрт мақтаған болады. Әрі санауға, жақсылық